Әсем күндіз түні немересін бір жылатпай күтім жасап, жанынан бір елі ажырамады. Әр бейсенбі сайын ағайын туыс жиналып ас берілді. Әсем негізі өзіне күтім жасап жүретін, өз жасынан әлде қайда жас көрінетін, фигурасы 18 жастағы қыздыкіндей әдемі келіншек. Танымайтын адамдар кейде Айсараға әпкең бе деп сұрақта қойып жатады. Немересіне бауыр басып, бұл үй мен үйдің адамдарына үйренісе бастады. Әйтсе де өз үйіне қайтуға асығып, күн санап жүр. Өз шаңырағына оралуға аз ғана күн қалғанына қуанып мәз болып жүрді. Мінекей көзді ашып жұмғанша бір айға жуық уақыт зулап өте шықты. Айсара енесінің 40 күндік асына дайындалып жүр. Күн сайын базар аралап үйіне кеш түскенде келеді. Үйінің перделерін жаңартпақ болып тігіншіге пердеге тапсырыс берді. Кешкі астан соң жолдасы екеуі перделерді алып келуге қаланың шет жағындағы ауылға кетті. Немересі түні бойы ұйқы бермейтін болған соң, ол ұйықтағанда Әсем де шаршап ұйықтап қалады. Шырт ұйқыда жатқан, кенет құлағының түбінде біреудің ыстық демін байқап, шошып оянды. Өз көзіне өзі сенер алар емес. Жанында құдасы Марат тұрды. Сіз не істеп тұрсыз? Деніңіз дұрыс па? Әлде әйеліңіздің қазасы жаныңызды жеп, есіңізден адастырды ма? Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе? Екі жарты бір бүтін болса қалай қарайсың? Сіз жынданайын депсіз. Кетіңіз қане бұл жерден. Сен мені өз үйімнен қуып тұрсың ба? Қыпша белің қылпылдап, өзің менің нәпсімді қоздырдың. Есіңде болсын, тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген сөз бар. Осыдан қазір күйеу бала келсе, бұл ісіңіз үшін сізді аямайтын болар сірә. Аяғың ауырып, әрең жүр деп естідім. Қане, құшағыма келші, мен саған өмір бойына жететін ақша берейін. Қайтесің өзіңді қинап жұмыс істеп. Сенің харам ақшаңның маған қажеті жоқ. Марат сол кезде адам кейпіндегі хайуан секілді еді. Немересінің шырылдап жылағанына қарамай, өз арам ойын жүзеге асырды. Құдағиын зорлап, төсек-төсектес болуға мәжбүрледі. Әсемнің күресуге шамасы жетпеді. Осылай жесір құдағи өз құдасынан қорлық көрді. Еңкілдеп жылап, өзін тоқтата алар емес. Қызы келсе болды, дереу оны күйеуінен ажыратып, бүкіл дүниесімен қосып, мына үйден алып кетпек болды. Осыдан қазір қызым келсін, бұл үйде бір секундта қалдырмаймын. Ятсыз алжыған шал. Мейлі алып кете бер. Одан менің ештеңем кетпейді. Менің неше күндік өмірім қалды дейсің? Бір күнде өлемін де қаламын. Балама басқа қатын табылар. Ал сенің қызың не болады? Болашақта дәл сен секілді қорғансыз болып, біреуден жәбір көрмесіне кім кепіл? Мен келінге ризамын. Оған еш зияным келтірмеймін, уайымдама. Бұл жөнінде біреуге жақ ашсаң, қиналатын тек қызың ғана. Ең алдымен сүйіктісімен ажырасумен мәжбүр болады. Тым құрыса мына балаңды аясаң құдағи. Әкесі бала тұра тірі жетім болып жүреді ме? Алла жазаңды берсін сенің. Неменеге сонша долданасың? Күйеуге өтпей қалатындай жас қыз емессің ғой. Аузыңды жап, әйтпесе сені бауыздап тастаймын. Қарғыс атсын сені. Әсем немересін бауырына басып, етегі жасқа толып жылады. Қартайғанда мұндай қорлық көремін деп ойламаған еді. Марқұм жолдасының алдында өзін айыпты сезініп, жаны әбден азапталды. Құдасының сөзінің жаны бар. Екеуінің бір аяғы төрде болса, бір аяғы көрде. Жастардың өмірін ойрандауға қақым да жоқ деді ме, қызы келгенге дейін өзін реттеп, жуынып, шайынып, немересінің сүтін ішкізіп ұйықтатты. Қызы келгенде өтірік ұйықтаған кейіп танытты. Ертеңмен ешкім оянбай тұрғанда бұл үйден қашып кетті. Қызыма зияның тисе ажалың менен болады деп құдасына хабарлама жіберді. Анасының бұл ісін Айсара түсінбей ұзақ ойланды. Анасы ауырып тұрмын, қатты шаршадым десе де сенер алар емес. Әр сөйлескенде қайнатаң жақсы ма деп сұрағанда қызы тоқтамай мақтай жөнеледі. Сол түннен кейін Әсем ол үйге қайта қадам баспады. Енді міне араға 3 жыл салып, бірнеше күн бұрын ғана Мараттың жаназасына барып келді. Жүрегі қысылып қаза болыпты. Үйді көрген бойда сол түнгі қорлығы есіне түсіп, ескі жараның беті қайта тырналды. Алайда алдынан жүгіре шыққан немересін көріп, көңілі аздап көтеріліп қалды. Бұл құпияны мен өлгенше ішімде сақтауға дайынмын. Бәрі де қызымның бақыты үшін.
Мен оны кешірмесем де Аллам кешірсін деді. Құдаға жарамасам да алтындай күйеу балдарым бар. Сабинада тұрмыс құрып, күйеу балам екеуі біздің үйде маған қамқорлық жасап бірге тұрып жатырмыз.